Сәлеметсіздер ме балалар? Қалдарың қалай? Отырғаныңыздар? Бүгін кім сабақта? Ол тақтасы арқылы үй тапсырмасын сұраймыз. Бірінші ашық, мейоз дегеніміз не? Кім бірінші жауап береді? Қол көтереміз, ерген ас. Жыныс жасушалардың көбеюі. Жыныс жасушалардың көбеюі өте жақсы. Келесі сұрақ. Гаметалар дегеніміз не? Кім айтады? Гаметалар. Марқұлан айтады. Гаметалар дегеніміз жыныс жасушалар. Жыныс жасушалары, иә? Қандай жыныс жасушаларын білесің? Аталық жыныс жасушалары және аналық жыныс жасушалары. Жақсы, отыра ғой. Келесі сұрақ. ДНК молекуласы еселенуінің мәні неде дейді? Айтамыз? Генетикалық ақпараттардың жаңарып отыру үшін. Генетикалық ақпарат жаңарып отыру үшін. Өте жақсы. Келесі. Цитокинез бен кариокинездің айырмашылығы дейді. Кім айтады дейді? Айым? Цитокинез цитоплазманың бөлінуі, ал кариокинез кариоплазманың бөлінуі. Өте жақсы, рахмет. Келесі сұрақ. Митоз кезінде қандай жасушалар түзіледі? Митоз кезінде қандай жасушалар түзіледі? Еркеназ? Сома немесе дене жасушалары. Өте жақсы. Сома немесе дене жасушалары. Миоз дегеніміз не? Миоз дегеніміз қандай процесс? Айсана? Жыныс жасушалардың көбеюі. Жыныс жасушалардың көбеюін миоз деп айтамыз. Өте жақсы. Балалар топқа бөлінетін болса, Classroom Screen сервисі арқылы екі топқа бөлінеді. Тақтада, міне, бірінші топқа Дария, Дәурен, Еркеназ, Жанасыл, Нұрдәулет келеді. Мына жаққа орналаса алыңдар. Екінші топқа Айсана, Айым, Дильназ, Ерасыл, Марқұлан, Нәзірге отырады. Яғни бізде бірінші тобымыз балалар жануарлар тобы болды, екінші тобымыз өсімдіктер тобы болды. Мына суретте не көріп тұрсыздар? Мына суретте не көріп тұрсыздар? Амеба дейді. Аналық жыныс жасуша дейді. Тағы неме көріп тұрмыз? Бақан көріп тұрмыз дейді. Тағы аталық жыныс жасуша дейді. Тағы неме көріп тұрмыз? Мүк. Қалай ойлайсыздар? Бүгінгі тақырып қандай болмақ? Көбею. Дұрыс айтасыздар балалар. Бүгінгі тақырыбымыз ағзалардың көбею формалары. Дәптерімізге барлығымыз жазамыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты жануарлардың көбею тәсілдерін салыстыру болып табылады. Барлығымыз тақтаға назар аударайық. Көбеюдің типтері екеу болады екен. Жыныссыз көбею және жынысты көбею. Жыныссыз көбею кезінде аталық та аналық та гаметалар қатыспайды. Ал жынысты көбею кезде аналық жұмыртқа жасушасы және аталық жыныс жасушасы қатысады екен. Түсінікті ме? Яғни жынысты көбею кезде аталық пен аналық қосылып ұрық түзіледі. Дәптерімізге жазып аламыз. Көбею типтері жыныссыз және жынысты. Жыныссыз көбеюдің мынандай түрлері бар. Митоз немесе бөліну, оған қарапайымдылар жатады. Мына жерде көрсетіп тұрғандай амеба, бір амеба екіге бөлінеді. Жасыл эмбриона, бір жасыл эмбриона екіге бөлініп тұр. Яғни қарапайым бөліну арқылы көбейіп тұр. Келесі жыныссыз көбеюдің түрі бүршіктену. Бүршіктену арқылы көбейеді бізде гидра. Келесі түрі жыныссыз көбеюдің, ол фрагментация. Дәптерімізге жазып отырамыз. Фрагментация. Бірнеше бөлікке бөлінген құрттар, сол әрбір бөліктен жаңа құрт пайда болып отырады екен. Фрагментацияны бөлшектену деп айтады. Неме дейді? Бөлшектену деп айтады екен. Ары қарай кеттік. Жынысты көбею. Ол жыныс жасушаларының қосылуы арқылы жүзеге асатын үдеріс.
яғни аналық гамета қосылады, аталық гамета пайда болады зигота. Зиготаны не деп айтамыз? Ұрық деп атаймыз, иә? Ұрық деп те атаймыз. Енді дәптерімізге жазамыз. Жынысты көбеюдің екі түрі бар. Партеногенез. Ол яғни ұрықтан баған аналық ағзадан тура сол сияқты жаңа ағзалар пайда болады екен. Оған жататын қандай ағзалар? Біте, дафния, тұт көбелегі, ара және кесірткелер жатады. Дәптерімізге жазамыз. Ұрықтану дегеніміз не? Ұрықтану дегеніміз аталық жыныс жасушасы мен аналық жыныс жасушасының қосылуын айтамыз. Нәтижесінде бізде немен түзіледі екен? Зигота немесе ұрық түзіледі. Енді жынысты көбею арқылы бізде балықтар, қосмекенділер, жорғалаушылар, құстар көбейеді екен, иә? Енді балалар келесі бізде топтық жұмыс постер қараймыз. Бірінші топ жануарлар тобына сіздерге тапсырма жынысты көбеюге тән ерекшеліктерді айтасыздар. Жынысты көбеюге. Сіздер екінші топ өсімдіктер жыныссыз көбеюге тән ерекшеліктерді айтатын боласыздар. Олай болса, сіздерге міне суреттер танытам. Осы суреттерді келістіріп, постер құрап шығыңыздар. Сіздерге не дейміздер? Сіздерде топ басшысы кім болады? Айым? Айым? Сіздерде топ басшысы кім? Еркеназ? Жақсы? Балалар, 10 минут уақыт берем. Уақыт кетті. Жұмысқа кірісеміз. 10 минуттан кейін қорғаймыз. Отабыз арқалысып отыр. Сіздер қандай тақырма olur? Бірінші тақырыпты жазып алыңдар балалар. Тақырыпты бірінші жазып алыңдар. Жынысты көбеюге Ол жазады көбею деп тәжік. Көбею. Яғни біз бүгін көбеюдің екі түрін қарастырылатыныз. Жынысты және жыныссыз. Жынысты көбеюдің қандай түрлері бар екен? Жыныссыз көбеюдің қандай түрлері бар екен? Болды ба? Қайтып болды? Жақсы балалар, уақыт аяқталды. Олай болса қай топтағы балаларға мен қаламды қоям, сол балалар қорғайды. Сол балалар қорғайды қазір. Дайындаламыз. Өсімдіктер тобы бірінші аяқтады, келе қалыңыздар. Ертаманға жеген делік. Жыныссыз көбею. Жыныссыз көбею дегеніміз аналық пен аталық гаметалар оған қатыспайды. Жыныссыз көбеюдің түрлері. Бірінші түрі митоз немесе бөліну. Оған амебалардың екіге бөлінуі жатады. Екінші түрі бүршіктен, оған гидра жатады. Үшінші түрі фрагментация арқылы теңіз жұлдызы гидра және жалпақтықта жатады. Өте жақсы, отырғаныңыздар. Жануарлар тобынан келе алыңыздар. Жынысты көбею. Жынысты көбеюге аталық және аналық гаметалар қатысады. Жынысты көбеюдің бірі партеногенез.
Оған бізде дафния, кесіртке, бітек, тұз көбейлігі ара жатады. Аналық аңсада тек қана аналық ұрпақ тарайды. Иә, пайда болады екен, жақсы. Келесі. Аналық жұмыс жасауымен аталық жұмыс жасауымен бірге қосылып ұрықтану жүргізіледі. Яғни оларға балалар, жорғалаушылар, қос мекенінде құстар және сүт қоректеу жатады. Өте жақсы. Отырғаныңыздар. Әрбір топ бір-бірімізді бағалаймыз. Өсімдіктер тобын жануарлар тобы бағалайды. 2 жұлдыз 1 тірек әдісі арқылы. Жануарлар тобы, өсімдіктер тобы. Динас, сіз бағалаңыз. Мына жақта Дария, сіз бағалаңыз, иә? Динас. Жануарлар тобы олар өз ойларын нақты жеткізе алды және де мысал келтіре алды. Және де бұлар айтады ұсынысым тезірек жұмыс жасаса. Өте жақсы, отырады. Мына жақ топта Дария. Бұл топ өте жылдам жұмыс жасады және де бәрі бірлесе жұмыс жасады. Ал менің ұсынысым ол Ерасыл топқа қатысып болса. Белсендірек болса деген, иә? Жақсы. Балалар, енді жүптік жұмысқа көшейік. Сәйкестендіру кестесін таратқанға сіздерге дескриптор ағзалардың көбею формаларын біледі деп жазып қойдым. Яғни бізде міне жүптік жұмыс, сіздер екеулеріңіз жұмыс істеңіздер, иә? Және Марғұлан сендерге. Яғни сәйкестендіріп шығасыңдар. Аяқтадық па? Еркеназ. Оқыңдар. Жоқ, Еркеназ жалғыз өзі оқып жүрсін. Спора арқылы қоңыраулар, бүршіктену, гидра, қарапайым бөліну, бактерия, өсімдік көбею, қыналар, митоз жануарлар, үзбелену, теңшілді. Жақсы, отыра ғой. Жаңағы жауап беріп отырған балалар Дарияға, Еркеназға, Елназға. Балалар, келесі бізде жеке жұмыс Learning Apps бағдарламасы арқылы сіздерге сілтеме жіберіп қойдым. Топқа көбею формалары қайсысына келеді? Қане, анықтайықшы. Кім бірінші орындайды екен? Жаттығуды аяқтау деген батырманы басамыз. Сол кезде кім дұрыс жауап берді? Кім қанша қате? Кімден қанша қате шықты көрініп тұрады? Егер де жарайсың, сен барлығын дұрыс таптың деп тұрса, демек сіз өте дұрыс жауап бердіңіз деген сөз. Кімде өте жақсы деп шығып тұр? Қолдарды көтеріңдер. Олай болса балалар, бір ауыз сөз әдісі арқылы бүгінгі сабақта не өттік? Кервалянс берейікші. Нажықтан, айтын айтын. Мен бүгінгі сабақтан таталогенездің ерекшеліктерін түсіндім. Парфеногенез, және де көбеюдің жынысты және жыныссыз болатынын түсіндім. Түрлері болады, иә? Нажықтан Еркеназ. Бүгінгі сабақта бүршіктену, органия, фрагментация, протеогенез өтті. Жақсы. Олай болса балалар, үй жұмысы жануарлардың көбею формаларын жаңа термин сөздерді дәптерге жазып аламыз. Ал енді сабақтың соңында атсалысып отырған Нұрдәулет, Жанасыл, Дәурен, Ерасыл, Марғұлан сіздерге 8 ұпай қояйын. Қалған балалардың барлығына 9 ұпайдан қоямын. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.